Еңбек.kz сайтына кірдік. Белгілі бір әлеуметтік страницамыз таңдау арқылы немесе егов.kz арқылы сайтта міне жоғарғы жағында услуги деген жерде, қызметтер деген жерде бассаңыз, бір емес бірнеше қызмет түрі тұрады. Міне біріншісін таңдаймыз. Онлайн услуги деген жерде как получить государственные услуги в сфере занятости дегенді бассаңыз, пройти регистрация деген батырма бірден шығады. Пройти регистрацияны басамыз. Қараңыз, сізде каждый орындайтын шағыңыз уже страницада көрініп тұр. Сіз өзіңіздің данныйыңызды жинауға келісім бересіз. Добавить заявку батырмасын бассаңыз, сіз жұмыссыз ретінде тіркелудің алғашқы шагын жасайсыз. Добавить заявку басқан кезде электронды цифрлы қолтаңба сұрайды сізге. Міндетті түрде 2022 осы жылға арналған действующий электронды цифрлы қолтаңбаңыз болу керек. Егер сіз белгілі бір жұмыс орнында, мекемеде жұмыс істеп жүріп, белгілі бір себептермен жұмыстан шығып кететін болсаңыз, сіз еңбек.kz сайтына жұмыссыз ретінде тіркеліп, әлеуметтік төлем ала аласыз. Қазір мен сіздерге сайтқа қалай регистрация жасау керек және қалай тіркелу керектігін осы видеода көрсететін боламын. Барлығымыз біле бермейміз, жұмыстан айырылған уақытта 6 айға дейін белгілі бір заңнамада қарастырылған, келесі жұмысқа тұрамын дегенше аралықта сіз белгілі бір көлемде әлеуметтік көмек аласыз. Еңбек.kz сайтына өзіңіздің жеке кабинетіңіз арқылы кірсеңіз болады. Тек қана жеке кабинет болғанда әлеуметтік желілер арқылы Facebook, ВКонтакте, электронная почта арқылы, немесе Одноклассники, Яндекстағы жеке кабинетіңіз арқылы кірсеңіз болады, немесе егов.kz арқылы электронды цифрлы қолтаңба арқылы сайтқа кірсеңіз болады. Сіз электронды цифрлы қолтаңбаңызды таңдаған кезде паролін құпия сөзді енгізесіз. Заявитель, яғни өтінім беруші деген жерде бірден сіздің ЖСН-іңіз, аты жөніңіз, туған күніңіз, Алматы қаласы бойынша немесе Қазақстанның қай бір бұрышында, қай жерде сіз тұрақты тіркеуде тұрасыз, пропискаңыз міндетті түрде бірде автоматты түрде толтырылады. Сведения о трудовой деятельности, сіздің егер қызметіңіз, сіз жұмыс істейтін организация, барлық организация қазіргі таңда еңбек.kz сайтын пайдаланады. Ол жерде сотрудниктардың трудовой договорларын тіркейді, яғни еңбек шарттарын сіздің данныйыңыз шыққан кезде, егер сіздің активный трудовой договорыңыз болса, бір организацияда әлі де жұмыс жасап жүрген болсаңыз, міндетті түрде бірден окошко пайда болады. Қай организацияда қалай тіркеліп тұрсыз. Егер сіз жұмыссыз болып жұмыстан шыққан уақытыңызда, ол организация сізді еңбек.kz сайтынан сіздің трудовой договорыңызды расторгнуть етуі керек электронды түрде. Сол кезде сізде ол окошко пайда болмайды. Қараңыз, статус қандасы дейді, яғни сіздің сондай да бір статусыңыз болса, сіз туралы ақпараттар жинақталып, осы жерде көрсетілетін болады. Инвалидность, яғни мүгедектігіңіз бар ма, сіздің міндетті зейнетақы аударымы бар ма, сіз жеке кәсіпкер ретінде тіркелгенсіз ба, одан кейін сіздің некеде тұрасыз ба, сіздің водительский, яғни жүргізуші куәлігіңіз, біліміңіз, техникалық немесе орта деңгейде жоғары біліміңіз бар ма, барлығы сіздің иініңіз бойынша жеке данныйыңыздың барлығы тексеріліп, осы жерде көрсетілетін болады. Сіз туралы барлық мәліметтер шығады. Одан кейін сіз өзіңіздің жұмыссыз ретінде тіркелуге, яғни иініңізді енгізесіз, одан кейін сіздің аты жөніңіз толтырылады автоматты түрде. Сіз жұмыс ізденуші соискатель ретінде бірінші тіркелесіз, өзіңізге қажетті жұмысты барлық данныйын жазасыз. Сол кезде сіз еңбек.kz сайтындағы жұмыс орындары берген бос вакансияны сізге предлагать ететін болады, ұсынатын болады. Егер сіз солардың ішінен өзіңізге подходящий, яғни сәйкес келетін жұмысты таппасаңыз, жұмыс орнының вакансиясын, сіз 3 жұмыс күнінің ішінде, яғни регистрация жасаған күніңіз бірінші күн болып саналады, сіз жұмыссыз ретінде автоматты түрде тіркелесіз. Жұмыссыз ретінде еңбек
яғни еңбек жолын атқарып зейнет жасына жеткен кісілер тіркелмейді. Студент болсаңыз тіркелмейді. Жеке кәсіпкер ретінде тіркелген болсаңыз, сіз жұмыссыз ретінде тіркеле алмайсыз, және жасы 16-ға толмаған жасөспірімдер тоже безработный, жұмыссыз ретінде тіркеле алмайды. Сіз безработный болып тіркелгеннен кейін сайттың сол жақ бұрышында выплата по потере работы деген батырманы басу арқылы жұмыс орныңызды жоғалтқан тұлға ретінде әлеуметтік көмекке өтінім бере аласыз. Сіз ол үшін соискатель ретінде сайтқа тіркеліп, жұмыс іздеуші ретінде толтырылу керек данныйыңыз, содан кейін барып безработный статусын аласыз и әлеуметтік төлемге содан кейін барып сіз заявка бере аласыз. Оны міндетті түрде осы еңбек.kz сайты арқылы орындау керексіз. Сіз безработный, яғни жұмыссыз деген статусты алғаннан кейін әлеуметтік төлем алу үшін выплата по потере работы батырмасын басасыз. Ол жерде бірнеше ғана кнопканы бассаңыз, сіз өтінім бере аласыз. Оң жақ жоғарғы бұрыштан сізден шығады өтінім беру, подать заявку деген. Басасыз, подать заявканы басқаннан кейін бұл төлемді аламын дегенше еңбек.kz сайты сіздің бүкіл данныйыңызды тексеріп болады, яғни жұмыстан шыққаныңыз, действующий активный трудовой договорыңыздың жоқ екендігін барлығын, содан кейін барып безработный статусын береді. Подать заявку батырмасын басасыз, сіз өзіңіздің счетыңыздың 20 сандық кезеттен басталатын счет номерін енгізесіз, контактный телефон көрсетесіз, электронный почтаңыз жазасыз, және сіз туралы яғни согласие бересіз, соңында сөйтіп өтінімді жібересіз. Өтінім өзі белгіленген күндердің ішінде сізге сіздің көрсеткен счетыңызға түсетін болады.